YouTube'da көп адам шатастыратын екі нәрсе бар. Біріншісі reused контент, екіншісі repetitive контент. Көп адам екеуін бірдей деп ойлайды, бірақ екеуі мүлде басқа нәрсе. Және ең қауіпті жері осы екеуін түсінбеген адамдардың монетизациясы жабылып жатыр. Кейбір каналдар тіпті апелляциядан да отказ алып жатыр. Монетизациясы өшіп және shadow банға ілініп жатыр. Бір қызығы, көп жағдайда бұндай каналдарды құтқаруға болады. Бірақ бір қате жасасаң бәрі кетеді. Бүгін осы видеода мен саған reused контент деген не, repetitive контент деген не, YouTube неге монетизацияны өшіретінін, апелляция видеоны қалай дұрыс түсіру керектігін, қай кезде апелляция жасамау керектігін, қандай каналды құтқаруға болатынын толық түсіндіріп берем. Және видеоның ортасында көп адамның ең үлкен қателігін айтып берем. Сол қате үшін адамдар айлап монетизация күтіп жүр. Сол үшін видеоны соңына дейін қара. Ал егер саған осындай YouTube стратегиялар қызық болса, қазірден осы каналға жазылып қой. Өйткені келесі видеода мен қазір ең көп каналдарды құлатып жатқан, бірақ көп адам түсінбей жүрген YouTube'тың жасанды интеллект ИИ проблемасын толық түсіндірем. Кеттік. Repetitive контент деген не? Біріншісі ең оңайынан бастайық. Repetitive контент атауының өзі айтып тұр. Бұл қайталанатын контент. Яғни сен өз видеоңды қайта салдың. Немесе бірдей видеоларды қайта жүктеп жүрсің. Міне, осы проблема. Мысалы, сен бір видео салдың, сосын дәл сол видеоны басқа атпен, басқа обложкамен қайта салдың. YouTube не дейді? Бұл қайталанатын контент дейді. Тағы бір маңызды нәрсе, көп адам мынаны түсінбейді. Тіпті видеолардың тақырыбы өте ұқсас болса да проблема болуы мүмкін. Мысалы, сен 20 видео түсірдің, бірақ бәрі бірдей стильде, бірдей мәтінде, бірдей монтажда. Болса, дәл осындай болатын болса, YouTube оны қайталанатын контент деп көруі мүмкін. Ең қауіптісі reused контент. Міне, ең үлкен проблема осы жерде. Reused контент. Бұл басқа адамдардың контентін қолдану. Бірақ осында өте бір маңызды нюанс бар. YouTube нені қарайды? Мысалы, сен біреудің видеосын алдың, сол күйі салдың. Бұл кезде саған проблема. Бірақ сен оған алған видеоңа комментария қоссаң, анализ жасасаң, түсіндірсең, құндылық қоссаң, онда ситуация басқа. Fair use деген не? Қазір ең маңызды нәрсеге келдік. Fair use, яғни контентті жаңа құндылық қосып қолдану. Мысалы, біреудің видеосын алдық, мына жерде қате айтты деп түсіндірсең, YouTube оны қабылдауы мүмкін. Көп адам қандай қате жасайды? Көп адам былай ойлайды: мен апелляция видеода дұрыс сөйлесем, канал ашылады. Жоқ, бұлай ойламаңыз. Бұл ең үлкен қате. Апелляция ол магия емес. Апелляция неге байланысты? Апелляция сенің сөзіңе емес, контентіңе байланысты. Егер контент шынымен ереже бұзса, сен қанша сөйлесең де отказ аласың. Қай кезде апелляция жасамау керек? Міне, ең маңызды жер. Егер шынымен басқалардың видеосын көшірдің, оған ешқандай құндылық қоспадың, реакция білдірмедің, анализ жасамадың, болды. Апелляция жасамай қой бұндай кезде. Онда не істеу керек? Өте қарапайым. Проблемный видеоларды YouTube'тан өшір. Сосын қайта монетизацияға өтініш бер. Көп жағдайда бұл әлде қайда тез жұмыс жасайды. Көп адам паникаға түседі. Мысалы, 20 видеоң бар, үшеуінде проблема шықты. Көп адам паника жасайды, апелляция жібереді, қабылданбайды, қайттан апелляция жібереді. Бірақ кейде ең дұрыс шешім сол видеоларды тазалау. Бірақ мұнда бір проблема бар. Егер проблема видеоларда көп watch time болса, яғни көп сағат сол именно проблемный видеолардан келген болса, сен сол видеоны өшірсең, мысалға 4000 сағаттың 1000 сағаты сол видеодан келетін болса, 1000 сағатқа азаяды. Яғни 3000 сағат қалады сенде. Апелляция видеоны қалай түсіреміз? Енді практикалық бөліміне келейік. YouTube сенен не сұрайды? Өте қарапайым нәрсе. Олар контентті қалай жасайсың деп сұрайды сенен. Апелляция видеоның структурасы: бірінші, канал ашық тұру керек. Канал сілтемесі көрініп тұру керек экранда, экран запись жасап жатқан кезде. Сосын өзіңді таныстырасың. Мысалы, сәлем YouTube командасы, бұл каналдың иесі менмін деп бастайсың. Енді мына жерде қазақшаны қабылдамауы мүмкін YouTube, сондықтан мүмкіндігінше орысша немесе ағылшын тілінде жасаймыз бұл нәрсені. Не айту керек біз? Сен видеоны қалай түсіретініңді көрсетесің ішінде,
монтажды қалай жасайтыныңды көрсетесің, және қандай құндылық қосып не істеп жатқаныңды сол жерге көрсетесің барлығын. Не жазатыныңа шейін түсіндіресің сол жерде. Болды. Көп адам керек емес нәрселерді айтады. Мысалға, жалынады, ұзақ сөйлейді, артық нәрселерді айтып, керек емес бұндай нәрсе. YouTube фактке қарайды. Егер reused контент қолдансаңшы, мысалы, сен реакция канал жүргізіп жатсың. Мысалға, біреудің видеосын аласың, реакцияңмен көрсетіп, ана видеоны көрсетесің сен. Онда былай айтасың: мен басқа контентті комментария мақсатында қолданам. Контентке жаңа құндылық қосам, өз анализімді енгізем. Міне осы маңызды. Апелляция видеосы қалай жүктелу керек? Мына жерде көп адам қателеседі. Видеоны жүктеген кезде public емес, private емес, listed емес, unlisted болу керек. Яғни осы жерде тізімде көрсетілмеген болып көріну керек. YouTube'да дәл солай жүктеуіміз керек. Ең маңызды деталь description, яғни сипаттамасы бос болу керек. Ештеңе жазбаймыз сипаттамасына. Көп адам descriptionға мәтін жазып тастайды, сосын отказ алады. YouTube өзі айтады саған, тек видео формат деп айтып тұр. YouTube бәрін көре ала ма? Иә, көре алады бәрін. Тіпті өшірген видеоларыңызға шейін, приватный видеоларыңызға шейін, және unlisted видеоларыңызға шейін, яғни тізімде көрсетілмейтін видеоларыңызға шейін бәрін көре алады. Сол үшін өшірсем көрмейді деп ойлама. Ең маңызды қорытынды, YouTube саған қарсы емес. Олар тек оригинал контентті қалайды, және құндылықты қалайды, және адамның араласуын қалайды. Іздейді сондай видеоларды. Егер соны түсінсең, каналды сақтап қалуға болады. Қорытынды: repetitive контент пен reused контент екеуі екі бөлек нәрсе. Бірақ екеуі де өте қауіпті. Ең бастысы copy-paste жасама, value, яғни құндылық қоспай контент қолданба, апелляцияны магия деп ойлама. Егер сен шынымен құндылық қоссаң, комментарий жасасаң, анализ енгізсең, онда саған шанс бар. Егер видео пайдалы болса, лайк бас. Комментарийға сенің ойыңша YouTube'да ең әділетсіз шарт, яғни әділетсіз ереже қайсы? Және міндетті түрде каналға жазылып қой. Өйткені келесі видео бұдан да қызығырақ болады. Келесі видеода кездескенше, Мәке блог YouTube'да дамудың жолын көрсететін арна.